Кайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен құлпынайдан варенье дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен 5 кг құлпынай қолдандым. Құлпынайды жақсылап осы артық шөптерінен шіріген жерлерін барлығын алып тастайтын боламыз. Содан соң үлкен ыдысқа салып, барлығын жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Осылай 2-3 рет жуып, барлық шаң тозаңынан тазалап алдық. Содан соң осылай ыдысымызға салып, енді газға қайнататын боламыз. Құм шекерімізді осылай саламыз. Мен 3 кг құм шекер салдым. Газдың астын қатты қойып қайнатасыздар. Осылай кішкене араластырып алсаңыздар болады. Осылай қайнап, көбігі шығады. Содан соң астын жай қойып 15 минуттай қайнатасыздар. Банкіміз бен қақпағымыз осылай жақсылап парлап алдық. Біздің құлпынайларымыз дайын. Осылай бір қайнап шықса болғаны, қайта-қайта қайнатудың, ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Енді банкамызға қоюы мен сұйығын араластырып құятын боламыз. Осылай суы шығып, өте керемет варенье дайын болды. Жақсылап аузын бұрап дайындайтын боламыз. Біздің банкамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.